Қымбатты өмір күнделігі каналының тыңдармандары. Жастардың арасында отбасы құрғандарына 5-6 жыл ғана болса да, кемпірім, шалым деп атайтындарды көріп жүрмін. Бұл дұрыс емес. Иә, бізде жас кезде солай атады. Күйеуіммен сыныптас едік. Мектепті бітірген жылы үйлендік. Сыныптастардың арасында ең бірінші отбасы құрғанда, ең бірінші ата-ана атанғанда біз едік. Отырыстарға, той-томалақтарға барғанда күйеуім әзілдеп мені кемпірім дейтін. Ал мен оны шалым деп атайтынмын. Жап-жас болсақ та, біз бір-бірімізді осылай атап еркелететінбіз. Қазір ойланып отырсам, күйеуім менің қартайғанымды көрмейтінін сезді ме екен деп ойлаймын. Әлде, ол мені үнемі кемпірім деп атай берген соң, мен сол атқа ерте жеттім бе екен. Жақсы сөз, жарым ырыс деп бекерге айтпаған. Сондықтан да келіншегіңді қарттық шағында шалынсыз қалсын демесең, кемпір деп атама. Өйткені бұл атау пірі жоқ, яғни күйеуі жоқ деген мағынаны білдіреді. Біле білсең, қазақтың аналары Құдай қосқан жарын, яғни күйеуін пірім деп құрметтеген. Ал пірі қайтыс болған аналарымызды пірі кем, яғни кемпір деп атаған. Сондықтан да күйеуі, яғни пірі бар әйелді кемпір деп атауға болмайды. Кемпір деп күйеуі қайтыс болғандарды, яғни жесір келіншек қартайғанда, оны кемпір деп атайды. Осыны есте ұстаңдар, жастар. Менің күйеуім небәрі 28 жасында ауырып қайтыс болды. 3 баламен жап-жас шағымда жесір атанып қала бердім. Одан кейін екінші рет тұрмысқа шыққанды жөн санамадым. Оның үстіне 3 баласы бар әйелдің кім жар етсін. Қазір жасым 60-тан асты. Қолымда ұлым мен келінім бар. Немере сүйген әжемін. Мені кемпір деп атауға болады. Өйткені менің күйеуім, яғни пірім жоқ. Күйеуі бар әйелді неге кемпір деп айтуға болмайтынын түсіндіре алдым деп ойлаймын.